кей кезде жылаймыз, ой шаршадым, жұмысым қиын, айлығым аз, қашан бәрін бітеді, сонда надоело деген. Мен бүгін садикке бардым. Бір баланың сөмкесін жай ғана тастауға мен сұрады, бардым. Мен ана тәрбиешілерді көріп жаным ашып кетті, бар ғой, өздері отпускте болды ма, жоқ па, көрінбейді вообще соларды. Анау біреу мені енді танып жатыр ғой, фотоға түсейін десем, анау ал балалар бәріміз бірге түсейік дегенде, анау біреу шулап жатыр, біреу ана жақта секіріп жатыр, біреу анда үйге барғың келіп тұр, біреу тағы бірдеңе, біреу сүйгің келіп тұр, тұтышқың келіп тұр. Ойбай, мен ана жақта 5 минут болдым, мен уже басым ауырып кетті. Ана 25-30 баламен күні бойы, апта бойы жұмыс істейтін тәрбиешілер вообще нервілерің вообще темірден жасалған шығар сіздер. Міне кімнің жұмысы қиын, міне кімнің айлықтары аз. Сен жылап жүргенсіз, біздің неме жұмысымыз бір қағазды бір жақтан екінші жаққа ауыстыру болды. Еще нянялар бар ғой, еще ойбай, сол нянялар ана балаларды киіндіру, тамақтандыру, жатқызу, тихий час, ой. Вообще садикте жұмыс істейтін тәрбиешілер краш. Сіздер болашақты тәрбиелеп жатсыздар, өсіріп жатсыздар. Сіздерге мың алғыс.